Сәлем қыздар. Мен сіздермен бірге мясной пирог жасайын деп жатырмын. Барлық ингредиенттерімді дайындап қойдым. Мындай ыдысқа 350 грамм ұн, сармай 180 грамм, бөлме температурасында еріп тұрған сармай. Рецепт берілді сіздерге қыздар. Сол бойынша жасаймыз. Жақсылап ұнмен песочный тесто основасын жасап аламыз. Песочный болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқа. Менде кішкентай ғана жұмыртқа қыздар. Сол жеткілікті. Көп болып кетпесін, ұн керек болып кетеді. 3 грамм тұз. Сосын 50 грамм қаймақ. Бәрі естіліп тұр ғой, жарты чайная ложка дрожжи. Прям жарты чайная ложка керек. Көп керек емес. И су керек. 50 грамм су қыздар. Елу грамм жеткілікті. Ұнның қыздар тұғыздығы әртүрлі болады. Сіздер қандай ұн пайдаланасыздар, соған қарай суды қосасыздар. Кішкене керек болып жатса, су қосып жіберсеңіздер болады. Мен 50 грамм қостым. Бізде Данинан деген ұн аламыз, всегда сол жақсы ұн. Ең жақсы ұндардың бірі. Мінекей бізде осындай тесто болады. Қазір басын бәрін біріктіріп, ыдысымызды тап-таза болғанша басын біріктіреміз да, бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін біз начинка дайындауға көшеміз. Песочное тесто болады қыздар, прямды сондай. Осындай бізде тесто дайын болды. Осы тестаны енді бетін жауып, пока что қойып қоямыз. Уже тестомыз дайын. 5 минут болды дайын болғанына. 5 минутта дайын болды. Өте жеңіл. Әркім істей алатын тесто. Иісі прям күшті. Енді қыздар бізде мінекей пияз бар. Етіміз дайын. Енді қыздар қараңыздар. Менде кәдімгі не ғой? Тауықтың грудинкасы. Осы грудинканы алып, жайлап, соломкалап тұрамыз берем. Әлі почти мұз болып тұрған кезінде тураған жеңілдеу болады. Тауықтың еті, грудинкасын турап жатырмын. Начинкаға сұрақтарыңыз болса, сразу қойып отырыңыздар. Бірге дайындап жатқан қыздар бар ма? Менімен бірге. Менде смэк пеші. Смэк қыздар менде пеші.
Біздің етіміз дайын. Енді біз қазір пиязымызды пісіріп жатырмын. Пиязды көбіктеп тұрасыңыз да болады. Етке араластырмаймыз пока что. Мен солақаймын. Қыздар, сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар активно. Көзім ашып кетті. Көмекшім түсіп қалмайын деп мияқтан жерде құлап жатыр. Кеш бара екен. Көзім ашып кетті, макияжым. Измельчительмен, блендермен ұсақтауға болады, бірақ қатты майда болып кетпесін да, су шығып кетпесін. Просто мен 150 грамм пияз болғаннан кейін тура салайын деген ғой. Қатты майдалап жібереді да просто олар. А бізде майда болмайды. Осындай қатты майда емес, ірілеу болып тұралады. Енді картошканы тураймыз. Картошкамыз бізде тоже кішкене соломка алып тураймыз. Негізі мен пирогқа вообще измельчителден қоспаймын. Себебі қазір көресіздер ғой, дайындалу барысында нет кетеді, майдаланып кетеді ше. Өзім ашып жатқанша миллион пияз турап жүріп көршіме. Менюларыңызға мясной пирог қоссаңыздар, негізі күшті ғой. Потому что офисный работниктар көбінесе мясной пирог алады. Осыны 2 есе қосаңыздар, А3 болады размері ше. Мен просто сіздерге А3 емес, А4 мен жасап көрсетіп жатырмын. Негізгі рецепті бойынша 2 есе бізде. Картошканың ұзындығы осындай, көріп тұрсыздар ғой, соломкалардың. Жіңішке, пісуге ыңғайлы етіп жасайсыздар ғой. Мінекей картошкам дайын. Ұзындығы осындай. Бір емес. Мен сасаммен салыстырмалы түрде осындай. Енді қыздар, осылардың барлығын сковородкада пияз бен картошканы бірінші қуырамыз. Сұрақтарыңыз болса, қыздар, сұрай беріңіздер. Рецептте еще сұйық-май жазылмапты, ұмытып кетіп қалғанмын. Қазір жазып қоямын дұрыстап. Грамм сұйық май құйдым мінекей. Енді қуырамыз қазір. Жақындатайын ба? Жақындата ғой. Көрініп тұрсын. Барлық көрініп тұр ғой, я? Плитаны қосамыз. Плита менде индукционный, поэтому өте жылдам қызады. Бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Артынан картошкамыз кішкене жұмсару керек, себебі духовкаға осы күйінде салсаңыз, мынау ет картошкадан бұрын пісіп кетеді. Поэтому кішкене қуырып алғандарыңыз дұрыс. Енді пиязды қызған майға саламыз.
Пияз жұмсарғаннан кейін картошкасын салып қуыра береміз. Тұз бұрыш. Пияздың дәмін келтіріп қуырып алайық, содан кейін картошкасын саламыз. Піскен соң в разрезе суретін саласыз ба дейді, әрине. Мен сатайын деп жатқан жоқпын, өзіміз жеуге істеп жатырмын. Қыздармен шай ішейін деп жатырмын, иә. Мінекей картошкамызды саламыз. Қыздар, картошканың орнына грибы қосып сәл қымбатырақ сатсаңыздар болады с грибами. Көріп тұрғандарыңыздар, пока что я некемін. Пока что картошкамен пиязды қуырып жатырмын, кішкене жұмсарғанша. Видеоға түсіріп көкем. Инстаграмға салатын ғой. Өзім таза видеоға түсіріп отырамын. Осылай жұмсартып аламыз да, біраз қуырылды мінекей. Мынау етті саламыз. Етті қуырмаймыз. Етті қазір көрсетемін, қандай консистенцияға дейін доводите. Суын шығармай, бір араластырып, ақ болады ғой, тауықтың еті ағарады ғой, солған дейін ғана. Жақсы, бір араластырып аламыз да. Еттің піскені бізге вообще керек емес, поэтому суын шығармай, осылай бір араластырып аламыз. Етке кішкене тұз саламыз. Мінекей. Сүртпеш мереке. Мінекей, енді ыдысқа салып, кішкене суығанын күтеміз. Ыстық болып тұр, кішкене суығанын күтеміз. Тағы кішкене тұз керек. Тұзы аз болып қалмасын, қыздар, иә? Тұзы значительно көрініп тұру керек. Тұзы аз болса, тауықтың етімен тұзы жоқ болған, дәмсіз болады. Картошкасы бар, тұзда жеп саласыздар. Пиязды тұздадық, иә? Екінші қасықпен де. Нормально уже. Начинканың түрі осындай болады картошкамен.
Ал если грибымен болса, ол уже басқаша болады. Пока суығанша біз қамырымызды дайындаймыз. Енді қыздар қараңыздар, мына біздің тесто. Осындай нежный, жұмсақ, әдемі тесто болады. 40 минут беті сап-сары дейді. Суретін жібере қойшы, Айжан. Кішкене тұрсын, сәл қатты қимылдап тұрса. Мінекей осындай нежный тесто болады, қыздар, көрдіңіздер ғой, кесетін тапшы. Бізде 663 грамм болып тұр. Негізі 700 грамм болса, негізі 700 грамм деп есептеген, мен кеше 664 болып тұр. Оның граммы сәл аздау болып қалған сияқты. Мен бүйтем 1 к 1 жасаймын. Начинканың полностью көлемі, менің қамырдың көлемі бірдей болады. 1 килограмм қамырға 1 килограмм начинка жасаймын. Так, 386, 73. Начинкасының астына, базасына 450 грамм, үстіне 200 грамм салайын деп тұрмын қазір. Менде кесетін мынандай не бар ғой, мынандай бар да, осымен кесем. Сіздерде егер болмаса, онда түзу қып жаса беріңіздер. 450-220 грамм алдым. Мен чатқа еще жазам информация, осындай грамматикалардың. Размері A3 болса, бәріне екесе қосамыз. Мен қазір A3-дің рецептісінде жіберем сіздерге. A3-мен істеген ыңғайлы мағаншы, потому что мен только A3-мен сатып жүрміші қазір. Кішкентай пирог особо сұрамайды, ешкім жасамайды, ешкімге особо деп жасай бермейін. Менде бәрі объем болып кеткен ғой. Үлкен нәрсеге, үлкен қылып жасайын, үлкен компанияларға жасайын, поэтому заказдарымда бірден 50 мың, 100 мыңға шығатын заказдар болады. Бөлшеп аласыздар. Үлкен болып тұрса, главное. Борт жасайсыздар міндетті түрде. Что-то форма отрезать, сәл кішілеу. А4. Қамырдан бұлай кесіп алып, міндетті түрде шетшектерінде, борттың шетшектері түгелімен жабық болу керек, қыздар, чтобы қазір біз шетінен өреміз ғой, сол кезде көрінетіндей. Қыздар, сұрай беріңіздер. Аселек, кірдің ба? Сәлем. Эфирден сәлем.
жан жақтан в принципе кішкене біркелкі болу керек ше. Андай әртүрлі болса әдемі көрінеді да. Әдемі болу үшін біркелкі етіп түзулеп кесіп аласыздар ғой енді. Бұл жақтан. Біздің бортымыз дайын болды. Майонез алшы. Блогерлер рецепт шығарса сатып ала беретінмін. Енді кеше бүгін тежеп жүрмін. Практикумнан нәтиже шығаруым керек деп. Жоқ, блогерлардан рецепт алмаңыз. Өзі заказға жасап, клиентке жасап көрмеген адамнан рецепт алмай қойғандарыңыз дұрысшы. Себебі ол әркім өзінің үйіне жасайды да. Әркімнің өзінің вкусы бар. Соған сәйкес қой қыздар. Жоқ, бұл пирогты, мясной пирог верх-низ емес, конвекциямен бола береді. А если конвекционный режим болмаса, верх-низбен жасай береді. Айтайын дегенім, сол жаңағы қыздар блогерлардан рецепт алып, анандай нетіп жүрмеңіздер да, көпке түсіпші, өзі жасап көрген адамнан алғандарыңыз дұрыс. Мен қазір майонез қосып жатырмын 50 грамм. Майонез қостым, енді жақсылап араластырамыз. Заказға жасап көрген адамның рецепті көбінесе проверенный болады. Себебі мен барлық блогерге не шашпай қояйын, топырақ шашпай қояйын, бірақтан көп жағдайда заказға жасап көрген адамның рецепті уже ол проверенный болады. Потому что с каждым разом, например, сіз каждый раз жасаған кезде уже қолыңыз жаттығып үйренеді. Бір нәрсені дұрыс істесеңіз, екінші нәрсені жөндеп отырасыз уже. Поэтому заказға жасап көрген адам ол уже көп адамға ұнайды деген сөз да оны жасап отқаны. Поэтому кәсіби айналысып жүрген адамдардан алыңыздар рецепті да. Бет алды ала бермейсі. Мен білем, бірақтан қыздар, жасап жүрген қыздар бар, сондай жақсы блогерлар бар, тамақ пісіріп, арзан сататын. Ол қыздардың рецепттарын мен де алып көргенмін. Көбінесе жаңағы дұрыс шығады, бірақтан анандай транспортировкаға жарамай қалады, или бір нәрсе болады, сондай да. Поэтому таңдағанда да дұрыстап таңдаңыздар да. Отзывы көп блогер болса да, уже бұрыннан айналысып жүрген қыздар болған дұрысшы. Мінекей біз мен уже араластырып қойдым, жылы болып тұр. Асты үстіне қойып пісіреміз ба, айттым, конвекционный режим болса, можно конвекционный, обычно пирогты пісіретін режимда конвекция болмаса бола береді асты үстімен. Қыздар, мынандай кескіштеріңіз бар ма? Бет кескен кезде сызық-сызық болып шығады. Егер ондай болмаса, полностью бетін жаба береміз. Мен бұл жолы бәрін бетін жауып пісіргім келіп тұр, себебі сіздерге контент болсын, Егер жоқ болса, менде асты үстіне жаңағы кесіп пісірген пирогым бар да, ал егер жоқ болса, сіздер барлығын полностью кеспей осылай пісірсеңіздер де болады. Жиха етіп жайып жатырмын, потому что құрамында дрожжи бар, ол көтеріледі кішкене. Мынандай. Былай көрсетейін, былай. Айналады осылай. Именно сызықтардың аралары кесіледі. Осындай кондитерский магазиндерде бәрінде болады негізі. Көрінді ма? Ағарке суретін жібере алам негізі. Пирог таласты. Құндыз айна жақта практикумға сабақ жіберіп жатыр, пирогын жіберіп жатыр, сурет жіберіп жатыр. Енді бір келкі етіп, осы етімізді, начинкамызды жайып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын аламыз. Жоқ, дайын білмеймін, көрші. Кешеден қалған болса бұл.
дайын істейсіз өзің. Мінекей бір келке етіп жайып шықтым. Енді мынаның ортасын бүйтіп кешірем. Бұлай алып жатырмын. Мінекей қыздар. Енді борттарының бәрін біріктіріп шығасыздар. Мінекей борттарын бәрін біріктіріп шықтым. Енді өремін. Мінекей қыздар, борттарын бәрін нетіп шықтым. Енді қыздар өргенімді көрсетіп жіберейін. Бұлай шетін алыстар да ішке қарай біріктіресіздер. Мінекей. Осылай жасап шықтым. Енді қыздар, мен смазканы бетіне только желтокпен жасаймын. Белоктан мен басқа нәрсе жасаймын. Поэтому только желтокпен жұмыс істеймін. Только желток болғанның жақсы жері күшті жылтырайды. Прям золотистый болып жылтырайды. И полностью орын қалдырмай, қатты қалың қылмай, жақсылап бүкіл жеріне тигізіп жағып шығамыз. Мынандай кисточкамен пайдаланамын. Бұл специальный Зенкер деген немецкая компанияның кисточкасы. Очень хорошая. Мындай базардағы краскалейтін кисточка емес, реально кондитерский кисточка. Егер анандай жаңағы силиконовый кисточкалар ұнамаса, осындай алғандарыңыз жақсы. Прям мындай тщательно майлайды, бетін бояйды. Градусты 180-ге қойып, духовканы қыздыра бер.
біркелкі болсын, иә, бетіндегі жағылғаны. Мінекей осылай жағып шықтық. Енді менде қара күнжіт пен ақ күнжіт бар. Енді осыны борттарына әдемілеп сеуіп шығамын. Қамыр артық істесеңіздер, морозилкаға сап қоясыздар. 2 есе қылып жасасаңыздар, керектісін алып. Ал егер қамыр жетпей қалғаннан гөрі осындай қалып кеткені жақсы да. Содан кейін мынандай шет-шеттеріне гүлдер жасасаңыздар, лепестки жасасаңыздар болады. Что-то мен қамырым көп болған жоқ, поэтому жасамадым, иә. А так сіздер можете солай жасауға, бәрін әдемілеп жасай берсеңіздер болады. Мінекей, осылай бетіне күнжіт септім. Енді духовкаға кетті. Көресің? Қыздар, қараңыздар. Духовкаға. Уже духовканы қыздырып қойдым. 180 градусқа 30 минутқа саламыз. Көресіздер. Қалай пісет, солай ала бересіздер. Беті қызарады, солай ала бересіздер. Ал іші уже почти что пісіп тұрған. Ет піссе, сәбізбен пияз жұмсарса, картошкамен пияз жұмсарса, главное болды. Ал кеттік. Мен духовкаға кеттім. Мінекей біздің пирогымыз да дайын болды. Өте әдемі болып піскен, қызарып, асты да үсті де қызарып, жақсы болып піскен. В разрезе барлығымыз бірге тамашалайық. Және кескенге өте ыңғайлы, ішіндегі начинкасы шашылмай, біркелкі болып тұрады. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, в разрезе осындай әдемі болып біркелкі шашылмай тұрады. Қамырының қалыңдығы, ішіндегі начинканың көлемі барлығы сәйкес келеді. Мінекей табаны да қызарып піскен. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді, хрустит. Қамыры ортасындағы начинкасы сочный. Барлықтарыңызда менімен бірге жасап, міндетті түрде отзыв қалдырып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қалдырсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын, каналымызға жазылып, бөлісуді ұмытпаңыз, аз болсын.